Конституцияның жаңа жобасы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге, шешім қабылдау үдерісінің тиімділігін арттыруға және билік пен қоғам арасындағы өзара сенімді нығайтуға бағытталған. Сонымен қатар жоба азаматтардың ұлттық қорғалу деңгейін күшейтуге басымдық береді. Мұндағы бастамалар әділетті Қазақстан құру жолындағы жүйелі реформалардың заңды жалғасы. Көпшілік ата заңға енгізілетін түзетулер елдің орнықты дамуына және демократиялық қағидаттардың нығаюына серпін береді деген сенім білдірді. Жаңа заңда бала құқықтары толығымен қамтылып жатыр, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заңдар күшейтіліп жатыр. Оның барлығы алдағы уақытта қоғамның дамуына өз үлесін тигізеді деген сенімдеміз. Заман талабына сай біздің басты құжатымыз ата заң өзгертілу үстінде. Ал бұл референдум дегеніміз, бұл халықтың пікірімен, халықтың ойымен санаса келе демократиялық тұрғыда жасалатын қадам. Адам, оның құқықтары және бостандықтары басты назарда екенін, оның қатаң қорғалатынын көруге болады. Сондықтан қазір жасалып жатқан саяси өзгерістер еліміздің дамуына үлкен септігін тигізетін маңызды бастама деп есептеймін.